сол сәтте маған Пуэрто-Рикодан бір шетелдік номермен жазды: сәлематсыз, осылай осыдан салыпсыз, бұл мен атырау хакермін деп. Содан әңгімеміз басталды. Міне бұл 4-інде болған оқиға. Сол күні, сол шыққан кездегі оқиғалар. Ол маған айтты: жас баланың дауысы екен, сіз мен салыпсыз, мен туралы дезинформация кетіп жатыр, мен туралы жаман ойлап қалуы мүмкін. Мен айттым: ал сіз қандай жақсылық жасадыңыз? Міне қараңыз, сізге қатысты мына жақта менде чат бар, қанша адам өстіп өтірік айтпайды ғой, бір адам болса, екі адам болса көремайтын. Ол маған түсіндіріп, мен сізге дәлелдерімді жіберемін, қағазымды, бір нәрсе деп. Мен айттым: жоқ, маған сенің дәлелің, қағазың, мен жалпы сен туралы мүлдем жазайын деп, айтайын деп жатқан жоқпын дедім да. Сіз дәл қазір маған керек емессіз, мен сіз туралы айтайын деп жатқан жоқпын, маған ол жазбайын да. Маған просто осы оқиға керек болған дедім да. Бауырым, мен сені тіпті түртіп, ол айтты: мен шетелдемін, мен қашып жүрмін, сізге бірден айтайын, мен қазір басқа жақтан шығып тұрмын деді. Сөйтіп мен оған түсіндірдім оқиғаны. Мен оның барлық подробносын айтпай ақ қояйын, бірақ ары қаратай қазірде телефоны бар, байланыстамыз. Егер мен сол кезде жаздым, егер полиция шынында да, кейін ол шықты ғой, жаңа 4 рет алаяқтық жасаған, қылмыстық іс қозғалған, іздеу жарияланды деп. Бірақ содан бері қарата 2-3 күн өтті. Егер шынында да соған халықаралық іздеу жарияланған болса, мысалы маған егер полиция: сіз байланыспыз ғой, беріңізші номерін десе, міне номері дәл қазір тұр, істеп тұр. Ал ешкім сұраған жоқ. Енді мен не істеймін? Бәленшенің нөмірін алыңдар деп жүгірмеймін ғой. Және кеше ғана әлеуметтік желіде көрдіңіз, бір блогер барып: міне атырау хакерді мен таптым, ұшып келдім, міне бардым, келдім деп жатыр. Ол өтірік па, шын ба білмеймін, бірақ дәл соның қасында жүр. Ал енді сол адамға іздеу жарияланды деп жатыр, мысалы да. Енді бұл да әркімнің өз жұмысын көрсетер. Гүлмира ханым, Гүлмира ханым, жалпы сол атырау хакердің жарияланған видеосының айтылған сөздер ол қисынды деп айтуға бола ма? Мысалы, көп дүниелер Ол мен ең бірінші жазған, мен ең бірінші өз логикама сүйеніп бірінші жазба жаздым. Осыған саяды, соған енді әркімнің өз несіне орай ғой. Логикаға егерде, мысалы, кейін оны логикаға келе ма келмей ме емес, кеше ғана оны полиция айтты ғой: біз оны дәл осылай, олар осылай кетіп қалды, одан кейін Өзбекстанға кетті, одан симкаларын өзгертті, қазір енді сол жаңағы Индонезия мемлекетінде жүр. Бұл ол хакердің емес, бұл біздің де болжамымыз болған. Мінекей біз бәрін оның бәрін реттедік деген сияқты. Оны полицияның өзі мойындап отыр, мысалы. Сондықтан мынау атырауда болған іс бойынша біраз адам дұрыс емес түсінбей жатыр. Мына блогерлер мен журналистер шатастырып, біраз миын ашып жіберді, или кішкене басқаша айтып жатыр да. Негізі жағдай былай да, білмейтіндер жақсылап түсініп алыңдар. Семья болған, қазір қайтыс болып кеткен екі күйеуі мен әйелі да, екі үлкен кісі. Олардың 3 бала шағасы болған: Наурыз, Ақбаян и Мейрамгүл. Басынан сол Мейрамгүл мен Наурыз и әке-шешесі жоғалды деп 4 адамның суретін көрсетті. Екеуі табылды, қайтыс болып кеткен 2 адам табылды, екеуі жоқ. Бірақ сол Ақбаян деген еще қыздар бар екен, соның күйеуі Сұлтан деген қазір розысте. Күйеу бала деп айтып жатқан сол. Олар Атырауда тұрған, ол ауылда тұрмаған. Олар баяғыда бөлініп кеткен, 5 бала шағасы бар. Біреулердің айтуы бойынша сол күйеу баласы мен Ақбаяны, ана қызы келген, кейін Мейрамгүлді алып кеткен. Ауылдан 3 адам болып шыққан. Сол именно сол Мейрамгүлі жолда, заправкада бейнекамераға түсіп қалған. Сол кезде мүмкін өлтірген, бірге өлтірген, көміп кеткен. Көмгенде там совсем прям қазбалап көмбеген, кішкене нетіп тастап, үстерін анау жиһаз нелермен, сондай еден ана полдың ағаштармен сонымен жауып кеткен да. Енді күйеу бала жайлы, егерде ол, мысалы үшін, Ақбаян екеуі шетелге шығып кеткен болса, қыдырып жүрсе, олар ұсталып Қазақстанға әкеледі. Бірақ ол да, ол Сұлтан да, әйелі де, или хотя бы Сұлтанның өзі бір какой-то экстремистік ағымға кіріп кеткен болса, мысалы, там салафиттер, там вахабистер, Аль-Каида, неше түрлі Талибан, неше түрлі нелер бар ғой, соған кіріп кеткен болса, сол кезде шетелге барып, именно сондай бір соғысқа қатысу, болмаса бір қарулы бір конфликтке қатысуға соған кетіп қалған болса, мәселен Сирия или Йемен республикасына сол жерге кетіп қалған болса, онда оларды уже табуға да қиын болады, қайтаруға да қиын болады. Енді қазір сонда 4 адам іздеуде. Күйеу бала деген сол Сұлтан, оның әйелі Ақбаян, 5 бала шағасы үйінде қалған. Және Мейрамгүл мен
наурыз мына қайтыс болған адамдардың бала шағасы, бір ұл бір қыз, сол екеуі жоқ. Олар құдай қаласа тірі деп үміттенеміз. Сол оңтүстік Қазақстан болмаса Өзбекстанның бір жерінде жүрген шығар. Ал анау екеуі алыс кетіп қалған болса, сол только қыдырып жүрсе, сол мақсатпен кеткен болса, онда ұсталады. Бағанағындай Сирия бір жерге кетіп қалған, соғыс болып жатқан жерге барса, уже өте қиын болады оларды тауып алуға. Атырауда ес-түссіз жоғалған отбасының бесеуінің екеуі өлі табылған болатын. Ал үйінің сол кішкентай баласы елдердің зерттеуі бойынша Өзбекстанда дейді. Ол пока предположение. Ал кішкентай қызын басқа ауданнан заправкадagi камераға түсіп қалғаннан көрген екен. Енді барлығы оған күйеу баласы мен қызы кінәлі дейді. Өйткені күйеу баласы осы үйдегілерге айтпай WhatsApp арқылы тихаря үйдің малын сатып отқан дейді. Сода мал керек болды ма? Мал керек болғаннан кейін үйінің атасы мен анасын үйдің артындағы қораға көміп тастады ма? Сонда осындай ақша үшін жай ғана мал ғой, ол дүние келеді, дүние кетеді. Сол үшін отбасының бесеуін өлтіріп тастау мүмкін бе? Үшеуі тірі табыла ма? Ол белгісіз. Бірақ та өкінішке орай 2026 жыл бізге қайтадан қайғылы хабарлармен басталып жатыр. Енді үшеуі аман есен табылады деп ойлаймыз. Ал мәліметтер бойынша ол 50-50 рас өтірігі, күйеу баласы мен қызы Балиге қашып кетуі әбден мүмкін дейді. Дәл осындай хабарлар халықпен біргеміз. Бұл менің жеке ойым, адами тұрғыда, ешқандай 100% гарантия емес, менің сөзіме сенудің керегі жоқ. Бұл просто өзімнің энергетикалық чувствованием. Магия ол 100% гарантия емес, экстрасенсорика ол лженаука, сол үшін менің сөзіме сенудің керегі жоқ. Давайте продолжим. Менің көруім бойынша қыз үйдің жанында маған показывает жер үйді, жер үй сырты ақталған сияқты, не знаю точно дейтін. И бір терезесі бар жақтың асты жағында немесе дейтін, білмеймін, іш сырт жағын білмеймін, маған бірақ сырт жағын көрсетті де. Соның үйдің, короче, жарының, үйдің жары, жар дейтін қабырға деймін, не дейтсіздер де, бізде жар дейді, жардың асты жағында көмілген. Вот осылай, өкінішке орай мен сезінген жоқпын. Хакер Атырау деген кім? Жалпы ютубтан бүкіл жерден қарап шықтым, именно хакермен сұхбат қазақша нұсқада жоқ екен, көбіне орыстармен, украинстармен бар екен. Бізде қазір қазақша ең алғашқы подкаст, бізде қонақта хакер Атырау. Нұрлан, оқырмандармен өзіңді таныстырып кетсең. Жалпы енді ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен видеоларда так деп үйренемін, үйреніп қалған шығар барлығы. Жалпы есімім Нұрлан екенін барлығы біледі. Мен өзім жеке ешқайда фотоларымды салмаймын, бірақ аккаунтымды енді біраз адам біледі деп ойлаймын, істеген жұмыстарыма байланысты. Жалпы өзім Атыраудың тумасымын, Құрманғазы ауданы, қазір Құрманғазы, бұрын Ганюшкин деп аталады. Ганюшкин, сол жақтың тумасымын. Жалпы Инстаграм аккаунт жүргіземін, хакер Атырау деп, контентім енді осы IT саласындағы қызылуым, және ақпараттық қауіпсіздік бойынша жұмыс жасаймын, жалпы өзімді. Сол бойынша да видео түсіремін, анықтау, зерттеу деген сияқты. Жалпы бұл салаға қалай келдің? Хакерлікті қайдан бастадың, неден бастадың, қай уақытта? Жалпы енді мені бала кезінен танитын адамдар біледі. Мен өзім жалпы техникаға, телефон, компьютер деген нәрселерге жақын болдым. Мен бала кезімнен осы нәрселерге қызығушылық болды жаңағыдай. Өсе келе енді мен сразу бір хакер болыппын. Хакер деген енді информационный безопасность ғой, былайша айтқанда. Ол мамандықта бірден жұмыс жасап кеткен жоқпын. Неше түрлі жұмыстар жасадым, мен плотникта болып жұмыс жасадым, разработчида болдым, таксисте болдым, межбортта жүрдім, солай болды да барлығы. Бірақ енді сонда да бір андай Аллахтың сондай берген ерекшелігі болды, бір мимен жұмыс жасау, логика деген сияқты нәрсе. Сөйтіп өзімді дамытып, Москваға бардым, оқыдым. Жалпы оқуға қарағанда өзімнің ізденгенім көбірек, яғни оқу орнынан алған білімге қарағанда өзімнің жинаған білімім көбірек. Самоучка. Самоучка деп айтуға более келеді. Неше жыл болсын да? Мен жалпы 2000
19-да жалпы осы салаға нақты осылай кіріп бастадым. Оған дейін жалпы тоже IT-де, басқа жерде жұмыстар жасап жүрдім. 6-7 жылдың шамасы примерно. Ең алғашқы заказың есіңде ме? Осы именно хакерлікке байланысты алған. Ең алғашқы заказым хакерлікке дегенде былай ғой, бұл жерде хакерлік деген кезде көп ойлайды, хакер деген взлом басқа деп. Жалпы информационный безопасность бойынша оған дейін жұмыс жасап жүрдім, удаленно жаңағыдай фриланс болып басқа деген сияқты. Бірақ енді хакерлік темасында ең бірінші алғашқы заказым есімде, ол 2020 жыл болу керек, қателеспесем. Мейрамбек бар ғой өзіміз, Мейрамбек Махамбетов. Соның инстаграм аккаунтын жаңағы заказной взлом болып, соны қайта взлом жасау керек болған. Сол кезде сол ең бірінші заказым сол шығар. Ақшасына болғанда, еңбегімді берді, бірақ ана жерде расходниктар басқалар болды. Ал енді дәл қазіргі таңда ең өзекті болып жатқан тақырыпқа көшсек, білесіз